Махмутованың жеке апелляциялық шағымы қанағаттандырусыз қалдырылсын. Ардақтыларым, өздеріңіз көргендей, сот біздің апелляцияны негізсіз қанағаттандырмады. Мейірман мырза, біздің ары қарай қадамымыз қандай болмақ? Біздің келесі қадамымыз жоғары сотқа жүгіну және Қазақстан Республикасының бас прокуратурына осы соттың қаулысына ұсыным түсіру туралы шағыммен, арызбен жүгіну. Олар өз кезегінде жоғары сот қарап, бұл сот қаулысын бұзады деген үміттеміз. Себебі бұл жерде халықаралық шарттар талаптар бұзылып отыр, өрескел бұзылып отыр. Ол бойында соттар ешқандай құқықтық баға берген жоқ. Біріккен ұлттар ұйымына шығамыз өйткені халықаралық шарттар біздің заңнамалардан биігірек басымдылыққа ие. Және Қазақстан Республикасы 1994 жылы өз заңнамасын ратификациялаған кезде бұл міндеттемелерді мойнына алған. Қазіргі таңда сол міндеттемелер орындалмай қалды. Яғни баланың құқығы өрескел бұзылды. Және Бақыт Рейімованың этникалық қазақ екені ескерілмеді. Біз енді күресті мұнымен тоқтатпаймыз. Өздеріңіз білетіндей, Қаржаубай ағамыз бен Бақыт әпкеміз кеше күні қамаудан босатылып шыққан болатын. Денсаулықтары бәрі жақсы, уайымдамай-ақ қойыңыздар. Ал біздің сұрарымыз, Шерзат бауырымыздың соты әділ өтсін, Нұрғанат бауырымыздың өлімі әділ қаралсын деп сұраймыз. Және білмейтіндерге айтайын, осы Қазақстандағы мен деген журналистер, активистер, тәуелсіз журналистер, блогерлер, шамамен 80-ге жуық адам жоғарғы сотқа шағым жазды. Бақыт әпкемізді елден депорт жасамаңыздар, осы елде қалсын деп шағым жазды, бірақ шағымға ешқандай жауап келген жоқ, нақты. Бірақ та осы жоғары жақтағылар осы істі дұрыстап қарап, Бақыт әпкемізді Қазақстанда қалдырады деген ойдамыз. Себебі қаншама еңбегі сіңді, басқа мәңгүрттер сияқты орысша сөйлеп жүрген кісі емес, қазақша білмейді емес, ондай кашим шалбар киген кісілер де бар, қазақша білмейтін. Ал бұл кісілер отбасымен қай жерден келген болсын, қандай адам болсын, отбасымен дәрігер болып қаншама қазақтың өмірін құтқарып қалды. Осыны да ұмытпай, құрметті ағайын. Бәрімізге сабыр берсін, халықпен біргеміз. Рахмет. Бақыт Рейімова, Қаржаубайдың қарындасы. Мен білем, или ол қазір естіп отыр, или оған жақын адамдар естіп отыр. Ол жоқ болса, шүберілеріне айтайын дегенім, соған жеткізіңдер, мына нені жазып атқандарға да айтамын. Бақыт Рейімова, Бақыт, сен мен прекрасно білесің. Саған айтатын сөзім бар. Сен елімізде қаласың ба, Қазақстанда, қалмайсың ба? Маған по барабану негіз, бірақ мен саған айтып жатырмын. Бақыт, ертең түске дейін сағат уақыт берем. Қазақ халқының, қазақ елінің, қазақ ұлттың алдына шығып, официально қай неде қыласың, маған без разницы, кешірім сұра. Дұрыстап дайындалып, дұрыстап сөздерін теріп, кешірім сұра. Қазақ халқының алдына боқтаған үшін, қанша неткен үшін, қанша сөздер қорлап, қазақты қорлап, қанша сөздерді намысқа тиетін айттың, соның алдына кешірім сұра. Сен осы уақытқа дейін сол миыңда жеткен жоқ соны істеуге, мен саған айтып жатырмын да. Сен соны көргенсіз, тәрбиесіз екенін өзің дәлелдеп тұрсың. Басқа адам бірінші шығып, түрменің табалдырығынан шығып бір камераны көріп уже бастайды, кешіріңдер деп. Сен жүрсің ыржиып, туған күнде. Мен саған айтып жатырмын, ертең түске дейін уақыт беремін саған, кешірім сұра. Қазақ халқының, қазақ елдің, қазақ ұлттың алдына кешірім сұра. Дұрыстап тұр. Тізеңе тұрасың ба, басқаша істейсің ба, қазақтар сенетіндей кешірім. Ертең түске дейін уақыт сенде бар. Қазақ халқының, қазақ елдің алдына кешірім сұра. Пока возможность бар. Түсіндің ба, шырағым? Тілің, ұзын тілің бар ғой, 2 метр. Сонымен жақсылап тұрып, әдемілеп кешірім сұра. Қазақ халқының алдына. Намыс бар қазақтарға айтайын, күтіңдер. Көреміз, сендерді қалай сыйлайтынын, қалай сендерді құрметтейтін мынау адам. Көреміз. Бәріне сәлем. Бүгін дүйсенбі, аптаның басы. Бәріне осы апта сәттілік өтсін деп тілеймін. Бәрі жақсы болсын, аман болыңдар. Мен туралы жақсы да жаман айтып жүргендер. Ал енді мен кеше уәде бергендей жақсы жаңалық айтам деген едім. Біреуге жақсы, біреуге жаман шығар, бірақ қызық жаңалық. Бақыт Рейімова, Қаржаубайдың қарындасы, Шерзаттың әпкесі, бүкіл қазақ ұлтты шешеден боқтаған, президентімізге артық сөздер айтқан,
бізді қазақтарды қарақалпақтың гордый жігіттермен қорқытқан, дағдарысқа шақырған кісі дәл қазір Хасан Қасымбаев деген адамның қасында көрші камерада отыр. Түсінбегендерге тағы да айтайын. Бақыт Қаржаубайдың қарындасы тура Хасан деген жігіттің қасында көрші камерада қазір қамалып отыр екен. Міне маған Құдайдан қорықсай, Құдай жазаң берсін дегенде айтатындарым сол. Міне Алла тағаланың құдіреті осы Бақыт пен Қаржаубай екеуі кезінде бұл қылмысқа 1 грамм қатысы жоқ адамды, мына Хасан Қасымбаевты бүкіл Қазақстанға қаралап, қылмыскер қылып, қаншер қылып, бір ОПГ-нің бастығын қылып, сондай үлкен ажиотаж көтерді. До того, что үкімет сол неден резонанс басылсын деп, бір 3 жыл өтіп кеткен бір істерді қозғап, Хасанды қамап тастады. Бірақ кішкене уақыт өтеді, қарасаң, Хасан 2-3 күн жатып, сотты күтіп жатқан Қонаев қаласында Қаржаубай, тура сол камерада Қаржаубай жатыр. Ал уже Хасан 1 ай отырған камераның қасына каскеленді. Бақыт ханымды қасына әкеп қойып тұр. Бұл айтайын дегенім, мынау көп қарғайтындар, жазықсыз адамдарға көп нәрселерді айтатындарға бір сөзім бар еді. Құдай қаласа, маған күш қуат берсін Алла тағала. Мен осы істі аяғына дейін апарамын. Біраз мынау Бақыттың өзі маскасы шешілді. Кім екенін көрдіңдер кеше жаңазада. Қазақ туралы, біз туралы не айтып жатқан, қандай сөздерді айтып жатқан, өзінің таза шын бетін, шын реңін көрсетіп берді оларға. Жүрегін ашып конкретно. Енді Қаржаубайдың маска шешу әлі алда, хотя біраз адам уже оны түсініп жатыр. Мені басқа адамдарды қарғап, мен семьямды қарғап адамдарға айтатынымда, Құда қаласа айтып жатырмын, Құда қаласа осы істі аяғына дейін апарамыз. Біраз нәрселер ашылады, сол кезде көресіңдер сендер. Сендер қарғыстарың айналып келіп өздеріңе тиеді, біріншіден. Екіншіден, Құдайдың алдына жазықсыз адамды қарғаған үшін, қаралаған үшін сендерді Құдай қаласа жауап бересіңдер, сендер күнәһар боласыңдар. Ал мені қолдап жүрген адамдарға, ана бастан қолдап, қазірде енді жақында қосылып жатқан адамдарға айтайын деп үлкен алғыс айтам, үлкен сіздерге рахмет. Оңай емес біздің жолымыз, бірақ біз тура жолдамыз, шындық пен ақиқаттың жолындамыз. Біз әрқашанда жеңеміз. Кеш болсын, ерте болсын, бірақ біз жеңеміз. Сонда сенімді болыңдар. Құдай қаласа бәрі жақсы болады әлі.